Бүгінгі құмырамен орындалатын психологиялық тест адамның табысқа жету жолында оған не кедергі келтіретінін анықтауға көмек береді. Егер де бұл тақырып сізге қызық болса, онда өзіңіз туралы қысқаша әрі дәлме-дәл мінездемені білуге дайын болыңыз. Оны білу үшін көп ойланып жатпастан мынау берілген құмыралардың ішінен бірін таңдап алыңыз. Сонымен тест жауаптары. Бірінші құмыра. Сіздің тым сезімге берілгіштігіңіз ол сіздің осал тұсыңыз. Сіз қашанда сезімнің жетегіне ересіз. Ақылдан гөрі жүрегіңізді көбірек тыңдайсыз. Соның арқасында мақсатыңызға жетуіңіз қиындап кетеді. Себебі аяқ астынан пайда болған факторлар мен жағдайлар сізді жолыңыздан тайдырып жіберуі әбден мүмкін. Ал бұлай болмайды. Мақсат табандылықты керек етеді. Екінші құмыра. Жұмыстарды басқаларға тапсыра білу сіздің өз ісіңізде табысқа жетуіңізге кедергісін келтіреді. Басқаларға деген сенімсіздігіңізді аздап азайтсаңыз, өміріңіз күрт өзгереді. Бәрі өз қолыңызда. Үшінші құмыра. Алдыңызға айқын мақсат қойған соң, сіз басқа ұсыныстарды қабылдай алмайсыз. Бірақ олар кейде өте сәтті болып жатады. Шектен тыс табандылық сіздің жауыңызға айналады. Есіңізден шығармаңыз. Кейде мақсатыңызға жетудің басқа қысқарақ жолдарында қарастырып қойғаныңыз жөн. Аздап икемді болыңыз. Сонда перспективасы бар ұсыныстарды да бағалай алатын боласыз. Төртінші құмыра. Сіз өзгерістерді, жаңа нәрселерді ұната бермейтін адамсыз. Сіз бір нәрсені өзгерткеннен гөрі өз ресурстарыңызды үнемдеуді жөн көресіз. Жайлылық аймағынан кеткіңіз келмеу сізді алға жылжуға мүмкіндік бермейтін торға қамайды. Егер табысқа жеткіңіз келсе, тәуекелге бел буғаныңыз жөн. Бесінші құмыра. Істі бастап, орта жолда тастап кету бұл сіз жайындағы әңгіме. Сіз бір нәрседен екінші нәрсеге тез ауысасыз. Тіпті барлығы онша жақсы болмай жатса да, бастаған істі аяқтағаныңыз жөн. Алдыңызда нендей кедергілер болса да, кейде сол істің нәтижесі соған тұрарлық болуы да мүмкін. Алтыншы құмыра. Егер де өз жақтастарыңыздың қолдауына ие бола алсаңыз, табысқа жетуіңіз әлде қайда оңайырақ болады. Сіз нағыз үлкен командада жұмыс істейтін адамның өзісіз. Басқа адамдардың энергиясы сізге тоқтамай алға жылжуға күш береді. Жетінші құмыра. Құрбандық позициясы сізді орға жығады. Жақын адамдарға көмектесуге деген ұдайы ұмтылысыңыз сізге өз қалаған жетістігіңізге қол жеткізуіңізге кедергісін келтіреді. Себебі сіз өз мүддеңізді өзгелердікінен жоғары қоюға дайын емессіз. Сегізінші құмыра. Сіздің ысырапшылдығыңыз алға жылжуға мүмкіндік бермейді. Кейде сіздің бергендеріңіз сіздің тапқаныңыз бен жасағандарыңыздан әлде қайда асып кетеді. Нәтижесінде сізде үнемі алға жылжу үшін ресурстарыңыз жетпей жүреді. Сонымен достар, тест жауаптары көңіліңізден шықса, лайк басып және пікірде өз жауабыңызды жаза отырыңыз. Сондай-ақ біздің каналымызға тіркеле кетіңіз. Сіздермен болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.